Қарбыз жемісі жаз келе салысымен Қазақстанның барлық аумақтарында сатылатын ең қолжетімді жемістердің бірі. Оның пайдасы мол екені баршаға мәлім. Бүгінгі видеода мен сіздерге қарбыз жеудің адам ағзасына қалай әсер ететіндігін айтатын боламын. Қарбыздың құрамында А, Б, С, Е дәрумендері және натрий, магний, фосфор, калий, кальций, темір болатындықтан оның әсер ететін аумағы да ауқымды. Қарбыз арықтауға көмектеседі. Қарбыз диетасы ең көп танылған және пайдалы диеталардың бірі. Оның көмегімен сіз бір айда 10 килограммға дейін артық салмақтан арыла аласыз. Ол үшін сіз әр 10 килограммға 1 килограмм қарбыз деп есептейсіз. Яғни сіздің салмағыңыз 60 килограмм болса, бір күнде 6 килограмм қарбыз жейсіз және тек белогы бар тамақтарды қолданасыз. Олардың қатарына творог, жұмыртқа, сүт, тауық еті мен лосось балығын жатқызуға болады, ал басқа тағамдарды мүлдем қолданбайсыз. Бұл диетаны тек бір апта ғана ұстау керек, одан көп созуға болмайды. Нәтижесінде сіз 10 килограммға дейін артық салмақтан тез арыла аласыз. Бірақ бұны бірден бастап кетуге болмайды, біршама ағзаны үйретіп алу керек. Себебі көп қарбыз жегенде кейбір адамдар уланып қалуы мүмкін. Сіз қарбыз жегенде ол басқа сусындармен салыстырғанда тез сіңуінің нәтижесінде денеден жылдам шығып кетеді. Қарбыздың 90% судан тұратындықтан ол ағзаға су ішкенде қабылданады. Қарбыз ішке түсе салысымен дереу өт жолдары мен зәр шығару жолдарында шығуы қиын болған токсиндерді тазалап өтеді. Бұл адамның ішкі ағзасының айтарлықтай деңгейде тазаруына себеп болады. ақш-тың Кендуки және Перду университеттері жүргізген зерттеу нәтижесінде адам қарбыз суын ішкенде оның құрамындағы аминокислоттар нашар холестериндердің азаюына әкеп соқтыратындығын дәлелдеді. Сондай қарбызға қызыл түс беруші ликопин жүрек клеткаларын зақымданудан сақтайды. Шаш пен теріні жақсартады. Қарбыз құрамындағы В витамині тері мен шашты қорғап кетуден сақтайды. Сондай коллаген мен эластин клеткалардың өсіп шығуына оң әсер етеді. С витамині шаш терісінде қан айналуды жақсартып, оның қарқынды өсуіне әсер етеді. Қартаюды тежейді. Қарбыз құрамындағы ликопин қартаю процесін тежеп, тромбоздардың жиналып қалуын болдыртпайды. Нәтижесінде әртүрлі сүйек ауруларын болдыртпай, адам жасы ұлғайса да, дене құрылысының қажуынан қорғайды. Көріп отырғандарыңыздай, жаз мезгілінде қарбыз жеу ағзаны көптеген қажетті дәрумендермен қамтамасыз етіп, әртүрлі аурулардың шығуын тоқтатып, адам өзін жақсы сезінуін қамтамасыз етеді. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.